Ең алдымен бұл сабақта сізге білу керек ұғым ол композиция. Композиция дегеніміз кадрдағы объектілерді орналастыру ережелері десек болады. Яғни, біреу сізге дұрыс композиция қойып берші десе, ол сіз видеоға түсіретін нәрселерді кадрға сәнді және логика жағынан мәнді қылып орналастыруыңыз қажет деген сөз. Есіңізде болса, біз камера настройкаларында сетка функциясын қостық. Ол не үшін керек? Түсірілім кезінде кадрларды стандартты ережелерге сай түсіру үшін керек. Ал бірінші ереже ол правило третей. Қазақшаға негізі аударып көргенбіз, бірақ мағынасын ашатын аударма таба алмадық. Қысқасы, правило третей ол бастапқы және басты ереже болып табылады. Ол ереже бойынша сіз түсірілім кезінде басты объектіні, яғни назар аудартқыңыз келетін нәрсені немесе адамды сызықтардың қиылысу нүктелері бойынша орналастыруыңыз қажет. Сызықтардың да мәні бар. Олар сіздің видеоңыздың тік және түзу түсірілуіне қажет және кадр композиция бойынша сәнді бөлінуіне көмектеседі. Көріп тұрғандай, кадр горизонтально және вертикально үш бөлікке бөлінген. Мысалы, пейзаж түсірілімі, табиғат. Алыс бейнені алып жатсыз. Аспанға көңіл аударғыңыз келсе, үш бөліктің екеуін аспанға арнайсыз. Немесе керісінше теңізге назар аударту керек болса, астыңғы екі бөлікті теңізге бөлесіз. Логика түсінікті ма? Дәл осылай вертикальды сызықтармен де істей аласыз. Қозғалыс бар түсірілім кезінде басты объект бір нүктелер қиылысында міндетті түрде болуы заңдылық емес. Сіз емін-еркін басты объектіні бір сызықтан екінші сызыққа өткізе аласыз. Айтарлық, правило третей ол ереже, заң емес. Сондықтан бұл жерде сіз өзіңіздің қалауыңызша эксперимент жасай аласыз. Біреулер сызықтарсызда дұрыс композиция құра алады. Ол үшін әрине үлкен тәжірибе қажет. Мысалы, сіз басты кейіпкерді кадр ортасына қойдыңыз. Бұндай жағдайда әрине көрерменнің назары тек сол кейіпкерде болады. Бірақ ол міндетті түрде осы адамға қара дегендей сезім тудырады. Осыған орай, мысалы, кейіпкерді шетке алып, ортаға бір нақты объектті қойсақ, бүкіл назарды ортадағы объект алып кетеді. Ал енді дұрыс композиция құрастырсақ, көріп тұрғандай кадр сәні біршама өзгерді. Жалпы камера мен объектінің арасындағы қашықтықтың камераға көріну масштабы біздің тілмен план деп аталады. Пландардың стандартты 6 түрі бар. Атауларын орысша айта берейін, өйткені қолданыста солай. Олар дальний план, общий план, екінші средний план, бірінші средний план, крупный план және деталь. Бұл пландарды пайдаланып түсірген видеоларда бір-бірінің қасында тұрған пландармен монтаждамаңыз. Яғни общий планмен бірінші средний, екінші средний планмен крупный план монтаждалуы тиіс. Бұл ережелер сақталса, кадрларыңыз мәнді және әдемі болатыны анық. Дальний план және детальный план барлық пландармен монтаждала береді. Егер де сіз көрерменнің назарын нақты бір объектке түсірткіңіз келсе, детальный план сол үшін қажет. Детальный планда көбіне кадрға объектінің өзі ғана кіреді, яғни фон нақты көрінбейді. Ал крупный план кезінде сіз белгілі бір локация ішіндегі нақты объектке назар аударта аласыз. Яғни кадрда көрермен тек кейіпкерді ғана емес, оның тұрған жері туралы да сәл ақпарат алады. Крупный планға басты кейіпкердің көкірегінен жоғары денесі кіреді. Одан әрі жақындасақ, ол сверхкрупный план болып саналады. Ал мынадай план итальянский план деп аталады. Бұл планда кинода көрермендер көбіне кейіпкердің эмоциясын нақты көре алады. Кино қараған кезде байқаған шығарсыз. Енді әрине бұндай сценаны өз түсіріліміңізде пайдалана аласыз. Бірінші средний план адам белінен сәл жоғары алынады. Ал екінші средний план тізеден сәл жоғары алынады. Есіңізде болсын, адамды буындардан кесуге болмайды. Яғни дәл тобықтан, тізе, бел, мойнынан кесу қате. Ондай жағдайда көрерменде кейіпкер шын мәнінде кесіліп қалғандай сезім туындайды. Сондықтан сүйегі жалғасқан жерлерден биігірек алғаныңыз абзал. Средний пландар көбіне диалог кезінде пайдаланылады және адамның физикалық эмоцияларын көрсетуге жақсы. Оған қоса ол басты кейіпкердің басқа объектілермен байланысын көрсетуге жақсы. Мейлі ол екі адамның сөйлескені болсын, немесе кейіпкердің бір нәрсені қолға алғаны болсын. Бұл план арқылы сіз басты кейіпкердің белгілі бір локацияға деген қатынасын көрсете аласыз. Мысалы, бұл кадрда көрермен бірінші кейіпкерді көріп,
сол сәтте оның қандай локацияда жүргенін көреді. Бұл план көбіне белгілі бір қатты ауқымды емес жердің сәнін, қандай екенін және сол жерге кейіпкердің қатынасын көрсетуге пайдаланылады. Дальный план общий план сияқты. Бірақ бұл жерде басты назар локацияның масштабына түседі. Оның қаншалықты ауқымды және қандай екенін көрсетеді. Бұл планда басты кейіпкер кадрдың 9-дан 1 бөлігінде болуы мүмкін, немесе тіпті одан да алыс. Дальный план көбіне пейзаж, немесе үлкен аумақта белгілі бір объектілердің пішінін немесе көлемін көрсетуге жақсы. Мысалы, киноларда үлкен бір динозавр немесе роботтардың қаншалықты үлкен екенін көрсеткен кезде локация дальный планмен түсіріледі. Немесе саны көп әскерлерді көрсеткен кезде. Міне енді сен кадр құрып және пландарды ажыратып үйрендің. Келесі сабақты бастамас бұрын саған алған білімді дұрыстап сіңіріп алуға кеңес беремін. Қазір далаға шығып, кішігірім съемка жасап кел. Үйде столға бір нәрселерді алып, дұрыс композиция құрастырып қара. Сұрағың болса, чатқа жаз. Келістік па? Ендеше келесі сабақта көріскенше.